Ассаламағалейкум, екі бұқа YouTube каналының тұрақты көрермендері. Каналымызға қош келдіңіздер. Видеоны көрместен бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Әр қазақ бай қуатты болсын. Бүгін бұқаларымызды бұйырса ертең тиейміз, Алматыға сойдырамыз. Нәтижесін көретін сәтке де жақындап қалдық. Біраз кісілер көңілдерімен болса да демеушілік білдіріп отырды. Рахмет. Пікірлерін қалдырып, ақылдарын айтып отырды. Керекті жерлерін алдық, істеттік. Сол кісілердің де айтқан кеңестердің нәтижесінде өзімнің еңбектің арқасы міне бұйырса бұқамызды ертең шығарамыз. Қазір сіздерге төс өлшемдері туралы айтып өтемін. Соң 1-2 күні сойылған кезде тағы да видео түсіретін боламын. Есеп беремін былай айтқанда. Қанша келе салмақ берді бұқалар, сол туралы айтып өтетін болам. Мұнда жалпы 15 бас бар. Мынаның жасы кішірек болып тұр. Мынаны алып қаламын. Қалады бұл. Және мына қызылдың еті мыналарға жетпейді. Бұл да кейінірек кірген. 4 ай болып қалды. Бұл да қалады. Және мына қасқа қалады. Қасқан мойны жақсы болды да, саны дұрыс толмады. Осы 3 қалады. Қалған 12 бас тиеледі бұйырса. Мына аланың бел өлшемі 159 сантиметр. Салмақтарыңыз жазып кетіңіздер астына, қанша келе салмақ бересіздер. Мыналар қалатындар. Мынаның бел өлшемі 165 сантиметр болды. Ал енді ақ бұқаныкі 169. Мынау кішкене мінезі бар. Теуіп сүзеді, басына жіп түссе. Сол үшін бұны өлшенбедік. Бұның да еті ақ бұқамен қарайлас. Денесі аз ғана жетпейді. Семіздіктері осылай. 4,5 ай таза байланып тұрды. Оның алдында жай бағылды. 2 айдан артық уақыт. Сонымен жалпы 6 айдан асты негізінен. 1 айдың 1-нен бастап кіріп, бордақыға дайындалған. Содан қаңтардың 26-сынан бастап байланды. Мұнан жағдай осылай міне. Мына жақта бұқаның, ала бұқаның бел өлшемі 160 сантиметр. Ақ бұқаныкі 162 сантиметр. Қазір арт жағынан түсіретін болам. Тарғыл 161, қара 171 сантиметр болды. Бел өлшемі. Сүземін деп. Қоңырдікі 170 сантиметр. Тарғыл қасқаныкі 175. Қазір арт жағынан санын түсіретін боламын. Каналымыздан алыстамаңыздар. Мына қоңыр бұқаныкі де 175 сантиметр. Мұнаныкі 168. Бұл кішкене жіңішкелеу. Мұналар жуанырақ. Не артты сандар осылай. Күннен кішкене қараңғылау түсіп тұр мына жақ енді. Қанша килограмм салмақ беретін туралы
жазып кетсеңіздер болады. Сосын сойылып болғаннан кейін, Алла қаласа, әрбірінің салмағын жеке-жеке айтып өтетін боламын. Қанша килограмм жем жеді, қанша шөп жеді, қандай расход кетті, барлығын айтатын боламын. Қанша пайда алдым, қандай болды, барлығын айтып өтемін бұйырса. Каналға тіркеліп қойыңыздар. Еңбек етіңіздер, ерінбеңіздер. Еңбек етсең ерінбей, қояды қанын тіленбей дейді. Жұмысы қатты, бірақ енді жұмысы қатты еңбектінде наны тәтті болады. Сол үшін еңбектенсеңіздер болады. Келесі видеода жолыққанша қош сау болыңыздар. Сәттілік.